Елде электросамокаттан келетін қауіп сейілмей тұр. Биылдың өзінде қос дөңгелекті көліктің қатысуымен 360-тан астам жол апаты болған. Сондықтан бұл мәселеге келгенде қоғам пікірі екіге жарылды. Кейбірі бұны мүлдем алып тастау керек деп санайды. Өйткені самокат мінгендер тәртіпке бағынбай жүйткитін болған. Соның кесірінен биыл бір адам, өткен жылы 4 адам опат болыпты. Ал енді бір топ самокатқа арналған арнайы жол қарастырылу керек дейді. Әрине қауіпті самокаттар. Негізі отдельная линия керек, немесе мүлдем алып тастау керек. Өйткені машиналармен қарбаласып, мынандай бір ситуациялар болады, авария дегендей. Вообще жол жоқ, велосипедный дорожка үйті жоқ. Действительно қиындау енді, да. Дұрыс қарастыруына тілектесіміз, конечно. Жалпы, конечно, алып тастау тоже оларға ол енді, конечно. Олар енді қаншама қаражат жасап, вложение жасады ғой. Қазір алып тастағанда олар не істейді? Транспорт болмаса, машина болмаса, автобус болмаса, транспорт передвижение болу керек қой енді басқа. Мен ойымша керек олар. Енді бізде мысалы 400 мың адам мұнда өмір сүреді осы қалада, бірақ енді осы 400 адамда жоқ қой машиналары, автобус болады полный. Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің дерегінше соңғы бір жылда көліктің бұл түрі қатысқан жол апаттары 2 есе ұлғайған. Өткен жыл 64 жағдай тіркелсе, биыл бұл 360-ға өскен. Салдарынан 173 адам жарақат алған, оның басым көпшілігі бала. Бұл мәселеге президент Қасым-Жомарт Тоқаев та алаңдаушылық білдіріп, электросамокаттарға қатысты заңды күшейтуді тапсырды. Осыдан 2 жыл бұрын самокаттар мен жаяу жүргіншілер жолағында жүруге тыйым салынған, алайда бұл да электр жетекті көлікті тізгіндейтіндерге тұсау сала алмады.